Ассалаумағалейкум. Қытай, Америка, Еуропа, мұсылман елдері және Орта Азия, түрік дүниесі. Сіздерге қазір осы әлемдік саясаттағы соңғы өзгерістер туралы өзіміздің білгенімізді, ойға бүккен түйгенімізді айтпақшымыз. Айту бізден, тыңдау сізден. Жұртқа керек болса, керегіне жаратар, керегіне жаратпаса, өз сөзім өзімдікі. Абай атамыз айтқанда. Трамптың Германиядан әскерін шегіндіріп алып кетуі неден? Әлде Трампқа НАТО, яғни солтүстік атлант шарт ұйымы керек болмай қалды ма? Америка менен Германияның ортасында қандай қайшылық туылды? Бұған Қытайдың қандай қатысы бар? Ендеше бүгін осы көп басқа тақырыпқа бармай, Америка, Германия, Қытай осы үшеуінің ортасындағы қым-қуыт қатынастар туралы қысқа нұсқа сөйлейік. Міне қазір түнгі сағат 3 болайын деп қалды. Таң намазына да аз қалды. Бала шағаны ұйықтатып тастап, ас үйде отырып сұхбат беріп отырмын. Мынау кәдімгі ас үй. Ауылда үй кең болғанымен, ол жерде екі отбасы тұрдық. Біраз жұмыстың шаруасын ыңғайыменен қалаға келіп едік. Қаладағы үйде екі ұл сыймай қалды. Ойнау керек, далаға шығу керек, далада коронавирус. Ауылдарда кең аулада ойнап, уайымсыз қайғысыз жүретін емес, қорқасың, үрейленесің. Сонымен қалада қуықтай үйден енді қайдадан бас тартып, енді осы қаланың ішінен не қаланың маңынан жер үй іздеп жатырмын. Ауласы болса ұлдарым ойнайтын. Мен де алаңдамай алғаның ішіне жіберіп қойып, өзім лекциямды сөйлесем. Бірнеше бөлмесі болса, балалар ойнайтын, мен лекция сөйлейтін, сосын жататын. Болды, көп талап жоқ, бірақ бастысы жер үй болса деп отырмыз. Сөйтіп бірнеше күн қалада үй іздеп жатырмыз, таппаймыз, табылмай жатыр. Әңгімемізді жалғастырайық. Үстідегі көршімізбен астыдағы көршіміздің де қақысын жеп жатырмыз ба деп, дауысымызды ақырындап айтып жатырмыз. Қабат үй деген осы екен енді. Трамптың Германиядан әскер шегіндіруі ол енді адамдарды таңырқататын оқиға. Осы Гавай аралындағы соңғы кездесуінен кейін Ян Жечи мен Майк Помпеоның өзі бүкіл еуропалық өздерінің әріптестеріне, яғни батыс елдеріне қаратып айтты. Әділетшіл, ақиқатшыл болайық. Былайша айтқан кезде біз жақ бол деген сөзді ашып айтты. Ал неге Еуропа осы Трамптың заманына келгенде, осы соңғы кезге келгенде, неге бір бүйрегі тұтас Еуропаның Қытайға бұрып тұр? Әсіресе Германия. Бүкіл Италия тауарын Қытайда өндіреді. Сіздің, біздің, ойбай, Италияның костюм шалбары деп, $1000 сатып алып жүрген, $5000, $10,000 сатып алып жүрген костюміміздің бәрі қытайский. Қытайда өндіріледі, қытайлар тігеді, Италияға жібереді, Италиядан таратады. Шындығы сол, бәтіңкеңізде сол. Сосын ары қарай оның қытайлар көшірмесін ары қарай жаңағы 5000 теңгеге сатады. Болды, ол шындық. Енді сол Италиян қазір коронавирустың ортасы болды. Бүйрегі Қытайға бұрған. Германияда да сол. Германияңыздың бүйрегі Қытайға қашаннан бұрылды, ол сонау Дэн Сяопин кезінен бері. Дэн Сяопин заманынан бастап Германия Қытаймен одақ. Ол қазіргі Меркельдің заманында ғана емес. Қытайлар Германияның ең алғаш анау біздің бәріміз білеміз. Мынау Volkswagen дейміз ғой, Volkswagen. Қытайда ол Сантана деген версиясын өндіреді. Ал Қытайда ол Сантана версиясын Қытайда Дабун Шиша дейді, жаңағы Шанхайда өндіріледі.
осы зауытты соны Дэн Сяопиннің заманында Германиямен бірлесіп құрды. Германия 50%, Қытай 50%. 50% Германия. Кейін Қытай 15-11 теңге пайызын Қытай банкі Ақкөк деген компанияларға берді, артынан олар біреуге сатып берген қой, шын мәнінде сыйлыққа берді. Жаңағы Зәнземеннің қазіргі Си Цзиньпиннен бұрынғы Хузинтаудан бұрынғы Қытайдың компартияның басшысы Зәнземен деген болған, Қытайлар Жаңземен дейді, мына орыстар Зәнземен дейді. Сондықтан біз мына дүниеге орыстың көзімен қарап, орыстың қойған атымен дүниені атаймыз, бізде Зәнземен дейік. Соның жаңағы ұлын меншігі болып кетті. 50%. Сол заманда Volkswagen Қытайға кіріп Сантана деген көлік өндірді. Ол сол заманда Қытайда қымбат көлік болатын. Бүкіл жаңағы жоғары лауазымдардың Қытайдың байлары мінетін көлік болды. Ол заманда Қытайдың өздері өндірген, ұрдап-жырдап өндірген көліктері бар болды. Ұрдап-жырдап өндірген көліктері ол енді кәдімгі мына жігіттер, баладар шибір ғой, анау Дизи дегеннің қабы сияқты болатын. Онен кетіп бара жатқан мысық теуіп кетсе майысып қалатын машиналар болды. Шали деген Кенжиннен өндірілетін машинасы болды. Оның жаңағы төрт жағынан көтеріп кететін машина болды. Таудың жолында жүрмей, оны қазақтар да сатып алды. Жеп жеңіл қаңылтыр, бүйтіп қаттырақ шертсең майысып қалатын машина, қаңылтырдан жасаған. Жеп жеңіл. Біз жақта ана әскери дивизиямен қазақтар жайлауға таласып, соны менің бір ағаларым 3-4 бірікті де ана әскери дивизия қалың соны мініп кепті. О заманда олда қол жетпейтін көлік қой. Қазақтыңдыр алғанда ары қарай сайға лақтырып жүріп ішінде Қытай-Мытаймен қосып. Сондай жеңіл көліктер өндірді. Кейін Қытай жоғары деңгейде халыққа, орта жоғары деңгей халыққа арнап сол Сантанасын өндірді, оның да немістік. Кейін Ауди кірді. Қысқасы, Германия Қытайдың 1,5 миллиард халқына техника қамтып тұр. Және бүкіл медициналық техника Германия қамтып тұр. Әрине Жапонияның да үлесі бар. Ары қарай құрылыс техника, әсіресе аспап сайма. Одан кейінгі мынау медициналық тексеру тағы аспаптар, Siemens, Bosch деген тұтас Германия сол заманнан Қытайларға жауады. Ары қарай есептей беріңдер. Германия мен Қытайдың ортасындағы бұл ақша байланысын ол Қытай сол заманнан байлаған өзіне. Және Германияқтар Америка сияқты адамды құқығаны мұны деп басының қатырмады. Ақша тапсақ болды. Кім не болса еңді сұмдыға. Естеріңізде бола ма? Бізге осы жаңа жылдан кейін 2020-да мен бір атын атамайын, бірақ құпия сұхбат беремдер дегендер болса, келіңдер, құпия сұхбат беріңдер деп тұрып бір адамдарды шақырдым ғой, Қытайда туыстар қорылып көрген. Сол адамдан естідік. Ол адамның құпиялығын мен ол адам қайтыс болғанда немесе өзі жайт дегенде жариялаймын. Алматыға қандай әлемдік деңгейдегі мықты адамның келген үлкен зерттеуші. Бүкіл адамзаттың ірі саясат ықпал еткен кісілер сонда келді. Бірақ құпия келді, қытайшылдар қастық істейді деп қорқып жарияламауымыз өтінді. Бізге деген сенімі ғой. Сол мен білемін оның кім екенін. Біздегі санаулы жігіттер ғана біледі. Қаншама адамның құпия кезіктірдік жаңа Қытайда қорқып. Сол кісілер айтады. Германияда тіпті бізде көп дәлел жоқ дейді. Бірақ бүкіл Қытайдың адам ағзасын тірідей ауыстыратын докторханалар мен зерттеу орталықтарының адамдарының барлығы Германияда тәрбиелейді дейді. Олар енді Германиядан барып, бүйректі сау адамның бүйрегін алып, мына бүйрегі шіріп кеткен адам бүйрегіне қалай ауыстырады, қалай мына бауырды апарып бауырға ауыстырады, жүректі қалай жүрекке ауыстырады, соның бәрін үйренді дейді. Ары қарай солар соны Қытайдағы адам ағзасын тірі алу, тірі ауыстыруға қарай кетті дейді. Сұмдық. Яғни Германия өзінің бүкіл техникасын Қытай нарығына сатып отыр. Және 50-50 болды, мысалы Сантана, жаңа Volkswagen сияқты. Сөйтіп Германия Қытайшыл болды.
құйқала ма, одан саясаткерлер қанша пайда көріп жатыр. Жаңа ірі корпорациялар жаңағы осы келісімшартты жасап берген саясаткерлерге береді ғой, тиын тебенін. Қанша беріп жатыр, қанша пайыз акциясы Швейцария банкіне алып жатыр, қаншасы жасырын жолдармен беріліп жатыр, біз білмейміз. Трамп ашығын айтты, Германиядан әскерін алып кетті. Неге? Трамп саудагер, кәдімгі тап-таза саудагер, бизнесмен. Ол барлық нәрсені ақшамен ойлайды. Оның миында тек қана ақша. Ол тура осы көзқарасымен келді де, Қытайдың кеңірдегінде сол ақшамен қысты. Ақ көк, анау, мынау деп, ол әңгіме айтқан жоқ. Қытайға келді, жоқ, сауда, сен келісімшартқа отырдың ба? Бітті, келісімшарт. Заң ба, заң. Осындай сен онда келісімшартта орын. Қытай жоқ, ақ көк, анау, мынау. Қытайдың өзінің бір жолдары бар. Сатып алатын саясаткерлер. Обаманы қалай сатып алды, Бушты қалай сатып алды мысалы. Буш тіпті Пекиндегі Тяньаньмэн қырғын болған кезде Қытайға қоңырау соғып айтып, хат жазып, үлкен Буш қолдаймын, қыра бер деген ғой, былайша айтқанда. Тек саудамыз жүрсін деген. Міне Қытай сөйтіп бүкіл батысты алған Қытай Германияны жаулап алды. Трамп әскерін шегерді. Одан бұрын Трамп Америкада үлкен жетілік, тағы басқа үлкен саясаткерлер жиналысын шақырды, Меркель бармаймын деді. Трамп көп нәрседе болды, ол ақ көк, созып анау жоқ болды. Бармайсың болды, жақсы кетір болды. Ең соң Германияда қазір ауру өтеп тұр. Италияда ауру өтеп тұр. Германия мен Италияда ауру қатты өтеп тұр. Осы қазіргі Еуропаның ауру ошағы болып сол Германия тұр. Көп нәрсені айтсақ, бірді айтып бірге кетіп қалған болмайық. Қысқасы, Германия мен Франция Американың НАТО-дағы лидерлік ролына қарсы. Олар сол жерде өзімен өзі болғысы келеді. Яғни неміс пен француз бірлесіп ағылшындарға қарсы тұрғысы келеді. Англияның да жаңағы Еуроодақтан шегінбеймін деп ұзаққа созылған әңгімесі содан келеді. Сол Майк Помпеоның жаңа Яң Жечімен кездескеннен кейін Еуропалық одақтастарына ақиқатшыл болыңдар деп үндеу тастайтын да содан бәрі сол айналып келгенде ақшаға, нарыққа, пайдаға келіп тіреп тұр. Енді бір маңызды нәрсені айта кетейін. Трамп қайсы медиа екені есімде жоқ, осыдан жаңа 2 сағат па 1 сағат бұрын сұхбат беріпті. Жаңа Пекинмен келісімшартқа отырғаннан кейін мен Шығыс Түркістандағы адамдық құқық мәселесін көп қозғаған жоқпын депті. Ол енді Балтонның айтқанын мойындады деп жазды журналистер. Көп журналистер ойбай, Трамп мойындады, Балтонның ана атышулы кітабында жаңа оқиға болған үй дегенде Трамп Си Цзиньпинге барып жалынды, менің екінші рет қайталай сайлануыма көмектесті деді. Трамп жаңағы Шығыс Түркістан адамдық құқық заңына қол қоюды кешіріпті, ақ көк деп Балтонның кітабының жаңағы өзекті жерлері жарияланып кетті ғой, BBC-лерде, Англияның BBC-нде. Содан неше сағат өткеннен Трамп заңға қол қойып жүрді, бәленбай жыл күткізген заңға. Енді жаңағы шетел тағы басқа медиаларға сұхбат бергенде Трамп осыны айтыпты. Мен ол кезде Пекинмен жаңағы Сайна Бигдейл дейді, мен үлкен келісімшартқа отырдым ғой. Мен үлкен келісімшартты талқылап жаттым ғой. Сондықтан мен Шығыс Түркістанда адамдық мәселесін көтермедім деп айтыпты. Бірақ Трамптың сөзі бар. Мен ағылшыншасын ертең талқылап сіздерге айтамын. Трамп айтады, бірақ менің Қытаймен жасаған келісімшарттарын сіздер ойлаған әрқандай мәселеден де өте жоғары дейді. Шын. Трамп Қытайға адамдық құқық, Шығыс Түркістан, Тибет, Гонконг, баспасөз еркіндігі, біз бір-бірімізге журналист ауыстыратын едік қой, сен мен журналистерін неге кіргізбейсің, ақ көк деп отырған жоқ. Алды да сауда, сен онда мен сенің тауарға мұншама салық саламын. Сен келісім бойынша менің тауарыма неге саласың? Американың жоғарғы технологиялық тауарларына Қытай 100%-дан 200%-ға дейін кеден салығын салды. Ал Қытайдың тауарына Америка жоқтың қасында салық салады. Міне, сондықтан жаңағы Трамптың
айтатын себебі сол. Сол көптеген адамдар шошып жатыр, әлеуметтік желіде ойбай Трамп мына Шығыс Түркістан мәселесіне бет бұрып қалды ма деп әлгінде де бір бауырымыз WhatsApp'та жазып жүріп, жоқ, бет бұрған жоқ. Трамп өзінің істеген ісін түсіндіріп тұр. Трамп айтып отыр, менің Қытайменен жасаған келісімшартым ол әрқандай жаңағы осы сияқты мәселелерден әлде қайда Қытайға ауыр соқты деп отыр. Ол түсіндіріп отыр. Яғни Қытайдың ең әлсіз жері ол жаңағы оның саяси қателіктерін, Шығыс Түркістандағы адам құқықтарын айыптау, жазғыру емес, немесе Қытайдағы демократияның жоқтығын айтып жазғыру емес. Қытайдың ең әлсіз жері оның ақша арқылы кеңірдегін қысу. Трамп соны айтып отыр. Соны қазір журналистер бетіне теріс айналдырып әлеуметтік желіде шу шығарып отыр. Бұл менің енді қазіргі саяси сараптамада айтайын деген сөзім. Ертең тағы да сол бірнеше үйге қоңырау шалып, бірнеше үйді көрсеткен, сосын бір осы Алматы өзінен немесе Алматының айналасынан бір жер үй шықса, жер үйге көшіп алсақ деп отырмыз. Мына қабат үй тыныстықты арылтады екен. Тыныстықты арылтады екен. Сол жігіттер, қыздар, үлкен, кіші, барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, қайырлы түн. Міне таң намазы беретін уақыт болып қалды. Ұйқы келмей сіздерге осы әлемдік өзгерістерді жеткізейік деп отырмыз. Бізді қолдасаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, бөлісіп, күніне бірнеше мәрте бөлісіп, өзіңіз ғана тыңдап қоймаңыз, өзгелерге де тыңдатыңыз. Есіңізге түскенде ауық-ауық шайдың алдында, жатардың алдында бір жаққа баратсаңыз, қолыңыз қалт еткенде алып, сақ еткізіп, бөлісіп тастап тұрыңыз, лайк жазып тұрыңыз. YouTube каналымызға жазылыңыз. Астында подписать дегенді басып, қоңырауы бар жерді басып қойыңыз. Біздің жігіттер осы видеолардың бәрін YouTube'ге, Facebook, Instagram'ға, Twitter'ге салады. Астана каналымызға жазыңыз. Біздің каналдарымыздың аты Атажұрт Қазақи мен Райтс. Барлық Facebook'те, Instagram'да, YouTube'де, Twitter'де. Енді Астана каналымыздың аты алдына Астана деген латынша сөз қосылады. Астана Атажұрт Қазақи мен Райтс. Сау болыңыздар. Құрметпен Серік Жамбілашұлы.